таңертең будильниктен бірінші сіздің мақсатыңыз оятпай жатса, демек ол мақсат сіздікі емес деген сөз. Менің мақсатым бұл жерде долларовый миллионер болу. 1 миллион долларды табамын. Ол үшін мен не істеймін, қандай әрекет жасаймын, соның барлығының жоспарын құрамын. Көптеген адамдар өз мақсаттарын қояды, бірақ оған орындай алмайды, оған жете алмайды. Жасы 55-те. Бірақ 55 жасқа дейін үйі жоқ, квартирада тұрады. Енді қараңыздар, 2 миллион теңге тапқысы келеді, бірақ қазір табысы 0. Қалай 0-дегі адам 2 миллион теңге табады? Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл Сапар Абдрахман, бизнес-продюсер. Сіздермен бүгін керемет сұхбат жасайтын боламыз. Яғни, қалай 2026 жылы мақсаттарымызды 100% толық орындап, қаржылай еркіндікке шығамыз. Жалпы қазір 2025 жылдың календарын қарап отырсам, бүгін 30 ноябрь екен. Яғни бір ай ғана уақытымыз қалды 2026 жылға жетуге. Байтқан кезде бір айдың ішінде біз қалай 2025 жылға мақсаттарымызды орындай аламыз және 2026 жылға қалай дұрыс мақсат қоя аламыз. Жалпы осы мақсат қою деген сөзді мен 7-8 жыл бұрын естіп бастадым. Оған дейін бізде мақсат деген бұл болмағанда, мақсат қоюды да ойлай алмадық және де мақсат қоюға қорқатын едік. Сондықтан мен әр жыл сайын мақсаттарымды қойып, кейбір мақсаттарым орындалатын, кейбір мақсаттарым орындалмайтын. Бірақ қазір байқап отырсам, көптеген адамдар өз мақсаттарын қояды, бірақ оған орындай алмайды, оған жете алмайды. Жақында Алматы қаласында кәсіпкерлермен сабақ өткен кезімде маған бір кісі келді. Ол кісі мен үй алғым келеді деген мақсаты бар, жасы 55-те. Бірақ 55 жасқа дейін үйі жоқ, квартирада тұрады айтқан кезде. Неге енді үй алмайсыз десем, үй аламын деген мақсат қойдым, бірақ сол мақсатыма жете алмай жатырмын дейді. Сол мақсатым мені шабыттандырмай жатыр. Кейде әрекет жасаймын, бірақ болмайды дейді. Сондықтан да мен сіздерге мақсатты дұрыс қоюды сіздермен қысқаша өзімнің тәжірибеммен бөліскім келеді. Енді 2025 жылға мен өзіме үй аламын деген мақсат қойған едім. Солай бизнес класстан 35 миллионға үй алдым, келіншегіме машина бердім, және де шетелге саяхаттадым, және де 100-ден астам кәсіптің продажасын көбейтемін деген мақсатым болды. Сол мақсатым бойынша рекорд обучениесінде мен 10 поток оқытып, 100-ден астам кәсіптің продажасын көбейтіп бердім. Бұл мақсаттарым менің толыққанды орындалды. Енді сіздерге қалай мақсатқа толықтай жетуге болады, қалай мақсатты орындауға болады, сол бойынша бөліскім келеді. Жалпы мақсат деген нәрсе, ол біздің яғни алға ұмтылысымызды күшейтетін бір сондай бір әдіс деп айтсам да болады. Мысал ретінде барлығымыз мектеп бітірдік, университет оқыдық, колледж оқыдық. Сол кезде біздің қатарлас класстастарымыз, сыныптастарымыз, группаластарымыз барлығымыз бірдей білім алдық. Бірақ содан бері арадан 10 жыл уақыт өтті, 20 жыл уақыт өтті. Байқасаңыздар, кейбір сыныптастарыңыз сол ауылда баяғы өмірде қалып қойды, ал кейбіреуі үлкен лауазымға көтеріліп, мықты бизнес жасап, болмаса елге пайдалы азаматша болып жүр. Сонда неге әркім әртүрлі нәтижеге жетті деген кезде адамның мақсатына байланысты болады екен. Сол секілді мақсаты биік адамдар биік нәтижеге қол жеткізеді. Мақсаты төмен адамдар, олар сол төмен нәтижеде қалып қояды. Қазақта сөз бар ғой, ауылдағы адамның ойы ауласынан аспайды дейді. Яғни ауылдағы адамның ойы тек қана өзінің огороды, қорасындағы малы тек қана соны ойлайды деген сөз. Сондықтан да біз қалай мақсаттарды орындай аламыз, ол үшін бізге дұрыс мақсат қойып үйрену керек. Мысалы, мен жақында бір мастер-класс өткіздім. Сол мастер-классқа бір Алтынай есімді ханым келді. Ол кісіден мен сұрадым. Жалпы айтқан кезде кімде ақша жоқ дедім. Ең мүлде ақша жоқ деген кезімде сол Алтынай ханым менде ақша жоқ деді. Сөйтіп мен ол кісіні шақырдым, сұрадым. Сөйтіп ол кісіден сұрасам, ол кісі 12 жыл бойы декретте отыр екен. Сөйтіп ол кісіге айтамын ғой, жаңағыдай, неге ақша жоқ десем, мен қандай кәсіп бастарымды білмей жүрмін дейді. Содан ол кісі тауар сатып көрсем бе екен, немесе үйде бала қарап жүрмін ғой, бала қарап көрсем бе екен деген секілді әртүрлі ол кісі айта бастады маған өзінің жоспарларын. Сонда бір түсінгенім, бізде көптеген адамдар нақты компетенциясы жоқ та, компетенция деген қолынан келетін нақты ісін білмейді. Бірақ ол кісінің қолынан өте көп іс келеді. Сөйтсем, ол кісі өзінің құрбысымен келген екен сабағыма. Құрбысы да ол кісі өте мықты тамақ істейді. Ол кісінің тамағын жеген кезде менің анамнан да күшті істейді деп мақтап беріп жатыр да. Сонда мен айтамын да, Алтынай ханымға қанша теңге тапқыңыз келеді десем, ол кісі 2 миллион теңге дейді. Енді қараңыздар, 2 миллион теңге тапқысы келеді, бірақ қазір табысы 0. Және де қалтасында ақшада 0. Қалай 0-дегі адам 2 миллион теңге табады? Біріншіден, ол кісінің мақсаты не адекватный.
яғни дұрыс емес мақсат қойып тұр. Мен бұл кісіге айтамын, давай Алтынай бірінші 10 мың теңге тауып көрейікші. 10 мың теңге. Яғни сіз барыңызды 5 килограмм пельмен жасап 2 мың теңгеден тупа сатып көріңізші, бірінші задача. Сөйтесіз да уже 5 килограмм пельменді кім алғысы келеді десе, мына жерде залдағы біраз адам алғысы келді. Солай 5 адам сатып алды. 2 мың теңгеден, енді 3 мың теңгеден сондай. Сол кезде ол кісі 10-15 мың теңге ақша тауып көрді. Сол кезде уже 10-15 мың теңгені давай 2-ке көбейді. Енді 20-30 мың теңге табайық. Сондай мақсатты дұрыс қойып үйрену керекпіз да. Біз мақсатты қоюды білмегеннен кейін біздің мақсатымыз бізді шабыттандырмайды. Азанда будильниктен бірінші тұрғызбайды, ішімізде органикалық тұрғыда бір энергия бермейді, дофамин бермейді. Байтқан кезде іште отты жақпайды, көзде от болмайды. Сондықтан да егер сіздің де қазір бір орында тұрып қалсаңыз, мақсатыңыз сізді шабыттандырмай жатса, таңертең будильниктен бірінші сіздің мақсатыңыз оятпай жатса, демек ол мақсат сіздікі емес деген сөз. Сондықтан да мен сіздерге мынандай смарт деген әдіспен мақсат жазуды кеңес етемін. Яғни ол бірінші нақты, екінші қолжетімді, үшінші мағыналы, төртінші уақытпен шектеулі, осындай мақсатты дұрыс жазып үйрену керекпіз. Допустим, сіз үй алғыңыз келеді, баспана алғыңыз келеді. Мен сізге кеңес етемін, бірінші бір бөлмелі баспана алып көрсеңіз деп. Жақында бір танысым айтады, Сапар, мен 4 жылдан бері сені қарап жүрмін, баспана алғым келеді, бірақ 4 бөлмелі аламай жүрмін дейді. Өйткені первоначально взносын жинай алмай жүрмін дейді. Мен айтамын да, мәке, давай бірінші бір бөлмелі алып бастайық та десем, мен 3 бала шағам бар, бір бөлме болмайды ғой дейді. Просто сен тұрмайсың, сатып жібересің, просто алып көрші. Оның бір бөлмелі үйдің бағасы 20 миллион теңге болса, бастапқы 30% 6 миллион теңгесін жинап көрші деймін да. Ол кісі сол кезде, сөйтсем болады екен ғой дейді. Сол себепті бірінші қысқа мақсат қойып көріңіз, жеңіл мақсат қойып көріңіз. Сөйтіп оның нақты болсын. Мысалы, 40 квадрат метр бір бөлмелі үй, осындай застройщиктен, осындай ЖК-дан, осындай миллион теңгеге, бастапқы сумма 30% осындай сумма, және мен оны осы уақытқа дейін жинау керекпін деген нақты мақсат болу керек. Сол мақсатыңызды, мысалы, 3 айға жоспарладыңыз ба, оны 3 айға бөлген кезіңізде ай сайын қанша табу керексіз, ол ақшаны жинау үшін одан бөлек өмір сүруіңіз бар, шығындарыңыз бар, отбасылық шығындарыңыз бар, тамағыңыз бар, содан бөлек тағы қанша табу керексіз, және ол ақшаны табу үшін сізге не істеу керек, соны нақтылау керек. Яғни бірінші смарт әдісімен мақсат қойыңыздар. Екінші кеңесім, декомпозиция деген нәрсені үйреніңіздер. Яғни бір алманы бір тістегеннен тауыспаймыз. Алманы 10 рет тістеп тауысуымыз мүмкінбіз. Сол секілді біз осы жылға 100 миллион теңге мақсат қойсақ, 100 миллион теңгені қалай табамыз? Яғни бір клиенттен 100 миллион теңге түспейді. Мүмкін бізге 1 миллион теңгелік продуктымыздан 100 адамға сату керек шығар. Мүмкін 500 мың теңгелік продуктымыздан 200 адамға сату керек шығармыз. 200 адамға сататын болсақ, оны 12 айға бөлгенде айына қанша адамға сату керекпіз? Ол үшін бізге қандай жарнама жасау керек? Ол үшін бізге қандай видео түсіру керек? Таргеттен қанша, рилстан қанша, тиктоктан қанша, стримнан қанша, сарафанный маркетингтен қанша клиент алып келу керекпіз. Осының барлығын дұрыс жоспарын құру керекпіз. Сол кезде ғана біз сол мақсатымызға жете аламыз деп ойлаймын. Сондықтан да декомпозиция туралы чат GPT-ден немесе YouTube-тан қарап үйреніп алсаңыздар болады. Одан кейін үшінші, бізге қаржылай мақсат құру керек. Қаржылай жоспар құру керек. Мысалы, сіздің алдағы 3 айға қаржылай жоспарыңыз бар ма? Жоқ, әрине. Мысалы, көп адамдардың басында кредит болады. 20 числода кредит төлеу керек болса, ол негізі 20 күні ғана төлейді. Байқасақ, бәріміз сондаймыз. Негізі 20-сына дейін төлейтін до 20 числа деп жазылып тұрады ғой кредитте. Яғни 20-сына дейін төлеу керек қой. Біз сол 20 күні кеш сағат 8-ге дейін төлеуге тырысады адамдар. Тақалған уақытта жұмыс істейді. Бұл да қате. Сондықтан да сіздердің алдағы 3 айға нақты қаржылай жоспарларыңыз болу керек. Ол үшін сіздерге платежный календар деген нәрсені арнау керек болады. Яғни алдағы 3 айдың ішінде кім қандай тойы бар, қандай покупка жасау керек, қандай кредит төлеу керек, қандай аренда төлеу керек, қандай барлығын сіздерге тұрақты шығындарыңызды жоспарлап алу керекпіз. Өйткені біз қаржылай жоспарды құрмағандықтан арасында жоспарсыз покупкалар жасаймыз. Яғни орысша айтқан кезде непланированный покупкалар бола бастайды. Мысал ретінде мынау телефонды түсіріп алдың, экраны сынды, онда 100 мың теңге істеттің. Сенің қаржылай жоспарының ішінде 100 мың теңгені экран істету деген бар ма еді? Жоқ еді. Сіз не істедіңіз? Ана жақтағы ақшаны алдыңыз да, мына жаққа жауып жібердіңіз. Ана жақтың орны қалып қойды. Енді оны жабу үшін тағы да
бір ақша түсіріп оның орнын күтіп, яғни қаржылай бардаққа ұшырай бастайсыздар. Сол себепті сіздер қаржылай тәуелсіз бола алмайсыздар. Егер қалай қаржылай жоспарды құру керектігін үйренгіңіз келсе, мен сізге қазір соңында бір керемет ұсыныс беремін, сол жерде шешімі қабылдасаңыз болады. Одан бөлек сіздерге нақты орындалатын мақсаттардан кейін сол мақсаттарыңыздың қаржылай сумасын жазу керексіздер. Жалпы жаңа айтқандай, машина алғыңыз келсе де, үй алғыңыз келсе де, оның белгілі бір сумасы болу керек. Бізде сол суманы болмағандықтан, или болмаса, қалай айтсам екен, сол қаржылай мақсаттың есебін дұрыс құрмағандықтан да бізде мүмкін мотивация жетіспейді. Сол мотивация жетіспегеннен кейін әркімнен шабыт алып, әркімнің инстаграмын қарап, успешный успехтарды зерттеп жүреміз. Бұл да бізге қате болып табылады. Жалпы барлық мақсатты орындау үшін әрине ақша табу керек. Ал ақша табу үшін оның бір-ақ жолы бар, бұл продажа істеу керек. Яғни біз дұрыс клиентке дұрыс сата алу керекпіз. Өнімімізді, қызметімізді, немесе өзіміздің тауарымызды деп айтсақ та болады. Енді бұл жерде бізге сатуға байланысты базовый практикалық білім керек. Қалай клиент тарту керек, қалай сату керек, қалай соған жету керек. Біз андай бір волшебный таблетка немесе волшебный палочка деген нәрсе жоқ та, чтобы өздігінен продажа болып кете салатын, өздігінен саған үй келе салатын, машина келе салатын мақсат ондай болмайды. Барлығына тек қана өз еңбегімізбен, адал еңбегімізбен, жаңағыда айтады ғой, 1% талант, 99% еңбек, өз еңбегімізбен ғана жетеміз. Ал енді қалай сол мақсатымызды орындаймыз, оның жаңағы жолы кәсібімізді дамытамыз, или бизнес бастаймыз, продажаны көбейтеміз, қаржылай мақсат құрамыз, декомпозиция жасаймыз, одан кейін мақсатымызды дұрыс жазып, соған орындауға әрекет жасаймыз. Жалпы мен көп кәсіпкерлерге түсіндіретін, кез келген бір нәтижеге жетудің екі түрлі оңай жолы бар деймін да. Бірінші жолы бұл органикалық жолы, екінші жолы бұл искусственный жолы. Органикалық жолы дегеніміз бұл табиғи түрде болатын жүйе деп айтсақ та болады. Мысал ретінде мен өз бұлшықеттерімді жаңағыдай мықты еткім келсе, болмаса жаңағыдай формамды шығарым келсе, оның екі жолы бар. Бірінші жолы бұл органикалық тұрғыда мен дисциплинаны сақтап, міндетті түрде аптасына 3 рет, 4 рет залға барып, темір көтеріп, спортпен шұғылдану керекпін. Ал екінші жолы бар. Бұл, мысалы, уколдар салдыруы мүмкінсін, мысалы, кейбір адамдар болады, укол салдырып алады, бұлшықеттерін ісіртіп алады. Ол екінші жолы, бірақ ол да дұрыс емес жолы. Сол секілді, мысалы, арықтаудың да бірінші жолы бұл дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, физикалық тұрғыда көбірек калория құрту, және сол арқылы салмақ тастауға болады. Ал екінші жолы бар, бұл жаңағыдай операциямен артық майларыңды алдырып тастауға болады, немесе бір аздыратын жаңағыдай дәрі дәрмектерді ішу арқылы салмақ тастайтын адамдар да бар. Сондықтан да кез келген жағдайда мен сіздерге органикалық жолды ұсынамын. Яғни сіз бір адамның бір әкесіне машина сыйлады, сол бір мақсатын көріп, мен де сондай нәрсені қалаймын дейтін болсаңыз, және сол мотивациямен 2-3 күн жүріп, одан кейін өшіп қалып, шабыт бермей жатса, демек ол мақсат сіздікі емес. Сіз өзіңізге нақты мақсатты жазып үйрену керексіз. Және сол жазған мақсаттарыңызды сіз ай-айға, күн-күнге бөліп, телефоныңыздың мүмкіндігі барынша бетіне фонға қойып қойсаңыз болады. Немесе күнде азанда тұрғанда 5 минут, 10 минут өзіңіздің мақсаттарыңызды жазуға арнап, мақсат сізге шабыт беру керек қой. Сол кезде сіз біреудің молодец, красавчиксың деген сөзіне, біреудің мойындадым сені деген признание іздемейсіздер, біреудің бір жаңағыдай сөзін, жауабын күтіп жүрмейсіздер. Өз мақсатыңызбен өз алдыңызға еңбек етіп, алдағы қаржылай жоспарыңызды құрып, $1 миллион қаржылай капиталыңызға жетуге әрекет жасайтын боласыз. Мен көп кәсіпкерлерге, өзімнің шәкірттеріме осындай бір үлкен жоспар беремін. Кез келген кәсіпкердің 1 жылға дейін осындай қаржылай мақсаты болу керек, 10 жылға дейін қаржылай мақсаты болу керек деп айтамын. Мына жерде менің жылдық мақсаттарым, және де 10 жылдық мақсатым жазылған. Менің мақсатым бұл жерде долларовый миллионер болу. Яғни мен қалай $1 миллион табамын.
ол үшін мен не істеймін, қандай әрекет жасаймын, соның барлығының жоспарын құрамын. Жоспарым бойынша 2025 жылдың соңына дейін менде 555 миллион 900 мың теңге ақша болу керек. Мен бұл ақшаны өзімнің еңбегіммен, адал еңбегіммен, әрекетімді жасап, түскен ақшамды кіріс көзіне салу арқылы сол жақтан көбейте аламын. Жалпы қазақтарда сөз бар, бай мен кедейге де бірдей 24 сағат уақыт беріледі. Бірақ біреуі бай болып жатыр, біреуі кедей болып жатыр. Айырмашылық оның мышленесінде. Сол секілді, енді біз қалай әке-шешеміз бай болып кеткен жоқ, миллионер болып кеткен жоқ, біз қалай миллионер боламыз? Тек қана өзіміздің миымыздағы цифраны таблицаға енгізу арқылы. Және сол жерде тапқан табысымызды кіріс көзіне салып, бүгінгі тапқан ақшамыз ертеңгі күніміздің берекетіне жұмыс істеу арқылы ғана өзімізді қаржылай еркіндікке, байлыққа алып бара аламыз. Сол кезде ғана біздің табысымыз артып, табысты, мықты бизнесмен боламыз. Көптеген адамдар бүгін тапқан ақшасын ішіп жеп, унитазға пырт етіп ағызып, сол күнмен ғана өмір сүреді. Бай болғысы келген адам өзінің бүгінгі күнмен емес, ертеңгі күнмен, болашағымен ғана әрекетін, амалын жасайды. Мен 2023 жылдан бастап осы қаржылай есебімді жүргізуді қолға ала бастадым. 24-25 жылдары мен оны таблицаға енгізу арқылы өз мақсатыма жетуге тезірек әрекет жасай бастадым. Сонда бай мен кедейге де бірдей уақыт беріледі, бірақ біреу бай, біреу кедей болады дейді. Сонда оның айырмашылығы мышленесінде дейді. Кедей адамдардың мышленесі дейді, өмірінің жартысына дейін тапқан табысына бір жаңа дүние сатып алады, қалған өмірінің жартысында соны жаңартумен өтеді дейді. Ал бай адамдар дейді, өзінің өмірінің жартысына дейін, яғни ол 40 жас, 50 жасқа дейін тапқан ақшасына инвестицияға салып, кіріс көздерін көбейтіп, яғни мына жақтан ақша түсетін пассивті доходтарды көбейтіп, өзінің қатысуынсыз ақша алып келетін жүйе қалыптастырып, сол жерден түскен ақшаға өз армандарын сатып алады дейді. Сонда біз бай адамдар секілді ойлана алу қажетпіз. Сіз де 2026 жылы өз мақсатыңызды толыққанды орындай аласыз. Ол үшін сізге дұрыс мақсат қойып, айтқан кезде қаржылық жоспар жасап, мен кәсіпкерлерге арналған стратегиялық жоспар жасауға көмек саламын. Яғни сондай стратегиялық жоспар жасау керексіз. Стратегиялық жоспарыңыз 12 айға арналған болу керек, әр айға арналған болу керек, әр аптаға, әр күнге арналған болу керек. Сол мақсатыңыз сізге органикалық тұрғыда сізге энергия, шабыт беріп, сол шабытыңыз арқылы, сол энергияңыз арқылы біреудің жетістігімен емес, өзіңіздің алға қойған мақсатыңыз арқылы тезірек жетуге амал, әрекет жасай аласыз. Ол үшін сізге қаржылай жоспар жасауды үйрену керек, дұрыс мақсат қойды үйрену керек, және сатылымды көбейтетін әдістерді үйрену керек болады. Жуырда бір апта бұрын Алматы қаласында кәсіпкерлерге арнап мен бір 2 күндік сабақ өткіздім. Сол жерде кәсіпкерлерге продажаны көбейтетін техника бердім. Сол техниканы қолданып, ана жердегі 10 кәсіпкер 20 минуттың ішінде 7 миллион теңге продажа істеді. Әрине бұл сатылымды алып келетін техникаларды қолданудың арқасында болды. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, кәсібіңізді 2026 жылға қалай масштабқа шығарамын, қалай жүйелеймін, қалай командамды жүйелеймін, қалай клиенттерімді көбейтемін, маркетингті дұрыстаймын, сатылымды арттырамын деген сұрақтарыңыз болса, жалпы көп адамдардың сұрауы бойынша мен бір күндік таңнан кешке дейін болатын осы желтоқсан айының соңында стратегиялық сессия деген үлкен сабақ өтейін деп жатырмын. Ол жерде 300-ден астам кәсіпкер қатысады. Таңнан кешке дейін біз үлкен стратегиялық, яғни 2026 жылға арналған қаржылай мақсат құрамыз. Мен бір жылда осы жылы 200 миллионға жуық табыс таптым. Сол табысыма қалай жеттім, не әсер етті, сол өзімнің опытыммен, тәжірибемен, техникамен бөлісетін боламын. Және де сол жерде келген адамдарға мен бір жылда 100 миллион теңге табуға болатын, бір жылда бір емес бірнеше баспана алуға болатын, командасын жүйелеп және сатылымды арттыратын техникаларды үйретіп, сол жерде практикалық тұрғыда бір жарты сағаттың ішінде қатысушылардың барлығын топ-топқа бөліп, продажаны көбейтетін техникаларды үйретіп, сол жерде сатқызып, прям көздеріне көрсетіп, нәтижесін қалай болатынын үйреткім келіп жатыр. Және бұл стратегиялық сессия сабағына дейін қатысушыларға мен 10 шақты
дайын видео сабақтар беремін, яғни бұл предобучение болады. Сіз сол 10 видео урокты көріп, сабаққа дайын болып келу керексіз біріншіден. Екіншіден, сіздермен сол сабаққа тіркелген адамдарға дәл осы видеоны көріп, мен стратегиялық сессияға қатысқым келеді, 2026 жылға мақсатымды дұрыстап қойып, 2026 жылы сізбен бірге, сіз үйреткен техникалармен сол жерде прям продажамды көбейтіп, 2026 жылы табысымды 10 есе арттырғым келеді деген адамдар болса, мен алғашқы осы эфирді, осы подкастты көрген 10 адамға Zoom, 1 сағаттық Zoom разборымды тегін сыйлағым келіп отыр. Яғни сол стратегиялық сессияға дейін 10 адамға сондай бір керемет жаңағыдай Zoom разбор жасап, тапсырмалар беріп, біздің стратегиялық сессияға дейін үлкен нәтижемен келетініне прям 100% гарантия бергім келіп отыр. Егер шешім қабылдауға дайын болсаңыз, кәсібіңізді аяққа тұрғызып, масштабқа шығарып, дұрыс мақсат қойып, мен секілді $1 миллион капиталға жетуді қаласаңыз, онда мен сізге міндетті түрде стратегиялық сессияға қатысыңыз деп айтамын. Нақты жоспарды жасайық, 12 айға мақсатымызды құрайық. Баяғыда біздің ата-бабаларымыз жауын жеңіп тойтарыс беру үшін алдын ала үлкен стратегия құрған, карта мен жоспар құрған. Сол жоспарды бірге құрсақ болады. Осы кезде бір орманның бір оқиғасы есіме түсіп жатыр. Бір орманшы болған екен, орманда 4 жыл бойы адасып жүрген екен. Сөйтіп бір ормандағы адам келе жатса, алдын оның 4 жол шығыпты. Сол 4 жолдың бір жолы орманнан шығаратын жол екен. Бірақ сол 4 жолдан қиылысқан жерінде бір орманшы отырған екен. Ол айтқан екен: мына орманда мен 4 жыл уақытымды жоғалттым, қаншама аңдардан қаштым, солай аман қалдым. Егер сен орманнан шығудың нақты картасын алғың келсе, мен сол 4 жылдық тәжірибемен осындай картаны сыздым, осы картаны мен саған осынша бағаға беремін деп айтқан екен. Сол карта, сол орманда жүрген, адасып жүрген адамның 4 жылдық уақытын экономить етіп, үнемдеп, яғни тез арада сол орманнан аман есен шығуына көмектеседі екен. Сол карта менің қолымда тұр. Қалай бір жылда 100 мақсатымызды, 200 мақсатымызды 100% орындай аламыз? Қалай мақсатты дұрыс қоямыз? Мақсатқа жету үшін қалай қаржылай әрекеттер жасай аламыз? Кәсібімізді қалай дамытамыз? Сатылымды қалай арттырамыз? Команданы қалай жейлейміз? Қалай масштабқа шығамыз? Барлығын сіздерге мен сол бір күндік таңнан кешке дейін болатын үлкен тренингімде бергім келіп жатыр. Ендеше бисмиллах деп тәуекел жасап, келіңіз, кәсібіңізді бірге дамытайық. Толық ақпарат алуыңызға болады, онлайнда қатысуға болады, офлайнда қатысуға болады, және ол жерде VIP орындар болады, арнайы ужиндар болады, керемет бокстар болады, керемет әншілер болады, кішігірім шоу болады. Айтқан кезде керемет көңіл күймен 2026 жылда бисмиллах деп нақты жоспармен бірге бастайтын болайық. Әрбір қазақ жалғызым, сіздің кәсібіңіз дамып, сіздің табысты болып, қаржылай еркін болып, $1 миллион капиталға жетіп, бай болуыңызға себепші болсам, мен де жаман болмаймын деген ойдамын. Ендеше төменге сізге стратегиялық сессияға қатысатын арнайы анкета қалдырамын. Сол жерге өзіңіздің аты жөніңізді, қалаңызды, кәсібіңізді, сол стратегиялық сессияға қатысудағы мақсатыңызды, жоспарыңызды, немесе запросыңызды жазып кетсеңіз болады. Егер бисмиллах деп әрекет жасасаңыз, мен сізге жаңағы уәде еткендей 1 сағаттық Zoom разборымды тегін сыйлыққа беремін, және де сол стратегиялық сессияға дейін көру керек 10 сабаққа арнайы доступ ашып беретін боламын. Сізді мен стратегиялық сессия сабағымда күтетін боламын. Кәсібіңізді бірге дамытып, 2026 жылы 100 миллион, 200 миллион капиталымызды жасап, $1 миллион қаржылай капиталға қол жеткізейік. Баршаңызды күтем. Каналға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны барлық чаттарға, достарыңызға, кәсіпкерлерге бөлісуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ мен бір керемет сыйлық бергім келіп отыр. Осы видеоның астына комментарий жазған 3 адамға 10 000 теңгеден қаржылай бір сыйлық ретінде бергім келіп отыр. Ендеше барлықтарыңыздан қолдау күтем. Стратегиялық сессияда кездескенше.